Саламатсыңдар ма балалар? Математика негіздері сабағын бастаймыз. Сабақтың тақырыбы ынтымағы жарасқан отбасы, алдыңғы, кейінгі. Балалар, сендер 1-ден 20-ға дейінгі сандарды санап үйрендіңдер. Ендеше бәріміз бірге санайық. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Балалар, 1-ден 20-ға дейінгі сандардың алдыңғы және кейінгі көшілерімен танысуды жалғастырамыз. Біз көршілерді шатастырмау үшін жаттығуымыз керек. Ол үшін мен қазір бір сан айтам. Сен осы санның алдыңғы және кейінгі көрші сандарын айт. Жарайды. 5 4 6 8 7 9. Балалар, әліппе дәптердегі бірінші тапсырмаға назар аударыңдар. Отбасы мүшелерін ата. Кім қай вагонмен келе жатыр? Кім кімнің алдында келе жатыр? Әжемнен кейін және анамның алдында кім келе жатыр? Атам қай вагонда келе жатыр? Әр вагонды реттік нөмірімен сызып қос. Келесі екінші тапсырма: қалдырылған сандарды ата. Сол сан жазылған карточканы тап, сызып қос. Сан жазылған карточкалердегі дөңгелектерді санап бояңдар. Дидактикалық ойын неше? Балалар, мына суретте үй құстары мен дала құстары берілген. Қанекей санап көрейік, нешеу екен? 5 екен? 6 екен? 4 екен? Дұрыс, 4 екен. Мына құстар нешеу екен санаңдар? 4 екен? 5 екен? 3 екен? Дұрыс, 3 құс екен. Мына құстар санаңдар нешеу екен? 4 екен? 6 екен? 5 екен? Дұрыс, 5 екен. Мына суретте неше құс бар екен санаңдар? 5 екен? 4 екен? 6 екен? Дұрыс, бұл суретте 6 құс бар екен. Жарайсыңдар балалар, ойын аяқталды. Қайталайық. Алдыңғы сан және кейінгі сан. Біз қосу мен азайтуды үйрену үшін алдымен алдыңғы сан және кейінгі сан дегенді түсінуіміз керек. Мысалы, 3 санының алдында 2 саны. 3-тен кейін 4 саны келеді. Санға 1-ді қосқанда кейінгі көршісін, 1-ді азайтқанда алдыңғы көршісін айтасың. 5-тен 1-ді азайтқанда алдыңғы көршісі 4 болады. 5-ке 1-ді қосқанда кейінгі көршісі 6 болады. Барлық тапсырмаларды орындап болған соң сабақтағы өз жұмыстарыңды сәттілік сатысы арқылы бағалаңдар. Бүгінгі оқу қызметі аяқталды. Сау болыңдар балалар.